Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз баркод жасайтын боламыз, яғни наклейка. Ол үшін біз ең бірінші селлер Wildberries'ге кіреміз. Товары, карточки товаровқа кіреміз. Одан кейін бізге в barcode.ru осы сайтқа кіреміз. Бұл жерде негізі тіркелу керек, тіркелу оңай. Почтаңыз тересіз, регистрация жасап, сосын пароліңіз тересіз. Мен алдын ала тіркеліп қойғам, генератор штрих-кодов Wildberries. Одан кейін перейти в личный кабинет деп басамыз. Сосын бұл жерде тіркелгеннен кейін бізге 3 күнге, яғни подписка береді, яғни тегін подписка. Одан кейін 3 күннен кейін тарифті создыру керек. Яғни ол жерде Тинькофф, қателеспесем, сосын Киви төлемдерін қабылдайды. Бізде енді Қазақстанда Тинькофф жоқ, бірақ Кивимен төлесеңіздер болады. Одан кейін қайсына барамыз? Асты қарай түсеміз. Мына жерде асты қарай түсетін болсақ, штрих-код, артикул, цвет, размер, название товара, наименование продавца, количество деп тұр. Яғни осы жерге біз барлық штрих-кодты, артикулын жазып, толтырып жасайтын боламыз. Бірінші product cards, яғни бағанағы Wildberries'дің несіне кіреміз, ашып қойған. Осы жерде бізге қай товар керекті, соны қазір біз жасайтын боламыз. Ең бірінші бізде мына жерде штрих-код товара деген, яғни ол біздің баркодымыз, штрих-код. Копировать деп басамыз. Ставить. Мына жерде артикул афган темно-серый. Осыны саламыз. Цвет, яғни темно-серый. Бізде размер жоқ. Егерде сіздерде размер болатын болса, размер міндетті түрде жазасыздар. Мысалы, аяқ киімнің 45-ші размер, 42-ші размер, 43-ші размер деп былай жазамыз. Название товара, яғни бұл жерде бізде афганский казан. Так, наименование продавца, бұл жерде өзіміздің ипіміздің немесе магазиннің атауын жазатын боламыз. Міне жаздық, асты қарай түсеміз. Так, настройка печати. Бумага А4 дейтін бар, термоэтикетка дейтін бар. Біз термоэтикетканы таңдап көрейік. Размер наклейки миллиметр, 58-де 40. Цвет и размер в одну строку. Осылай бізге шығып тұрады. Тағы да басқа да нелер бар. Мына жерде штрих-код керек болса, печать без штрих-кода дейтін бар, неше түрлі функциялар бар, бірақ бұны біз таңдамаймыз. Так, скачать наклейкini басамыз. Баркод бізде жүктелді, яғни осылай салатын боламыз. Осыны жүктеп, осыны термопринтермен шығарасыздар, распечатка жасайсыздар. Сосын ненің сыртына, яғни қораптың сыртына жапсыратын боласыздар. Осымен біздің баркод жасау сабағы аяқталды.